Шынымен де бүгін біздің тақырыбымыз Баққожа Мұқай Өмірзая романы. Біз қанша сабақтан бері бұл романды оқып келе жатырмыз. Біздің оқу мақсатымыз көркем шығарманы сол кездегі заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстыру, көркем шығарманы креативті ой қосып, шығармашылық жазу. Тамаша, бұл жерде өздерің айтып өткендей, Өмірзая романындағы аяған жындыханада жатқан кезінде жындыхана сипатталған. Енді мен қазіргі өткен болғандықтан бұл бұрынғы өткен жындыхана. Жақсы. Біз романда қалай бұл жындыхананы қалай суреттеді, қалай айта аламыз? Қандай кездер болды аяғанның? Аяғанның жындыханаға түскен кезде сондай қорқыныш болды, сондай үрей болды. Ол кезде адамдарды, сау адамдарды сол жерге қамап, ол жерде шыққан кезде адам өзінің жынды екенін айтатындай болып шығарған болады. Сол кезде осы аяғанның жындыханаға түскен кезде оны қатты сипаттаған. Бұл кезде өзінің қандай қиналғанын, ол кезде адамдарды ұрып соққылап, оларға сау адамға ауыртатындай дәрі-дәрмектерді беріп отырған. Тамаша, кім айтады? Осы аяға тәккенде дәрі-дәрмектер берген әсерінен аяған екі өмірдің ортасында тұрғандай болып қалады. Оны өте қатты шөл қысып, күні бойы шөлейтіндей халге жетеді. Бірақ та осы ауруханадағы адамдар күніне тек қана жарты стакандай ғана су беріп, ол аяған тамағынан өтпей, өте қатты қиналып ауырған. Бір жұтым суға зар болатындай жағдайда. Ал судың өзін соғып, оларды тепкілейтін. Олар орындарынан тұра алмай, өздерінің төсектеріне жете алмайды. Жақсы, тамаша. Тіпті осы романдағы маскот ол өз әкесін жындыханаға әкелсайды. Бұл жерде жаңағы дәрігерлерден сұрайды, менің әкемді бұл әкені аманыздаршы деп ақшасында барлығын жасап беріп кетеді. Бірақ та дәрігерлер бәрібір әкесін қинап, дәрі беріп ұрып соғып, жындырып шығарады. Тамаша. Кенесары. Өмірзая романы осы ксро кезінде жазылған. Сондықтан бұл жерде сол жындыханаға сен ұлтшылсың деп, оларды жындыханаға кіргізіп, оларды жынды қылып, аузына бір тамшы су тамаділі адамдарға қылады. Тамаша. Жақсы, тамаша. Енді сендерге келесі тапсырма. Алдыларыңызда сендердің мәтіндер берілген. Мәтін үзінділері арқылы мәтін үзінділерін қазіргі өмірмен байланыстырамыз. Бұл кестесі арқылы оны іске асырайық. Бірінші б-мыз бұрынғы, екінші б-мыз бүгінгі, үшінші б-мыз болашақ жазылу дейік. Сендерге 5 минут уақыт беріледі. Тақтада бізде ресурстар бар, ресурстарды алып қолдансындар болады. Соғып, оларды тепкілейтін. Олар орындарынан тұра алмай, өздерінің төсектеріне жете алмайды. Жақсы, тамаша. Тіпті осы романдағы маскот ол өз әкесін жындыханаға әкелсайды. Бұл жерде жаңағы дәрігерлерден сұрайды, менің әкемді бұл әкені аманыздаршы деп ақшасында барлығын жасап беріп кетеді. Бірақ та дәрігерлер бәрібір әкесін қинап, дәрі беріп ұрып соғып, жындырып шығарады. Тамаша. Кенесары. Өмірзая романы осы ксро кезінде жазылған. Сондықтан бұл жерде сол жындыханаға сен ұлтшылсың деп, оларды жындыханаға кіргізіп, оларды жынды қылып, аузына бір тамшы су тамаділі адамдарға қылады. Тамаша.
ертеңде. Бүлкілде жүрек бүлкілдеме мүмкін бе? Бүгінгі өткен сабақта тарих боп қалады ертеңге.